Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылының тұрғыны Қожақов Адылмын. Менің мына айтайын дегенім қазақ еліне. Бір айдың ішінде 4 ретке милицияға шақырып жатыр. Жөн-жосықсыз жұмысымызға мешет етіп, алдында 10 сүткі жапқан, енді міне тыныштықпен тағы да шақырып жатыр. Үйде жұмысымыз істелмей жатыр. Шешем жалғыз өзі үйде қалды. Бүгін міне 25 маусым айында міне тағы да шақырып отыр бүгін. Не себепті екенін айтпайды. Повестка берді. Бұл енді өкіметтің заңсыздығы деп білемін. Не маза бермейді. Осылай міне уақытымен шақыртып отырады. Енді мен мына қазақ елінен көмек сұраймын. Осыны қолдап, заңгерлерден көмек берсе, неге шақырады, неге мазалайды, осыны заң жүзінде қалай не істеуге болатынын айтсаңыздар, қолдаңыздар, демеу беріңіздер. 36 гектар жерге ара ұстау үшін жерге заявка бердім, неге бермейді ал 8 айдың ішінде. Ал бұлар сразу жердің астында да үстінде да. Бір күнде шығарады ғой бұлардың. Енді оны ана неге шығарамыз деді конкурсқа. Жоқ қой міне 8 ай болды. Ал халықтың алатын жер. Ал одан алайын десең ана жерде пәленбай метрден су тұр. 50 метрден судан жоғары болу, ондай жер берілмейді деп шыға. Сонда біз қандай жер алуымыз керек айтыңызшы? Өз қарапайым тілмен осыны түсіндіріп беріңізші. Ал бұлар тула бұлақтың үстінен, өзеннің жағасынан қай жерін алғысы келеді, ол жерге рұқсат береді. Жердің астына береді ол сіздердің бастығын жіберді, мен сонымен барып елді жұбатайын деген емес қой. Естімінде бір қазақтық қанымыз болу керек қой ішімізде, жүрегімізде қанымыз болу керек қой. Осы ауылымызға, жерімізге, осы Қазақстанға пайдамыз тию керек қой. Обязательно тамақ ішіп байымыз қой бізде. Қазақи өзіміздің патриоттық еліміз болу керек сезіміз. Ауылға деген осы біз қорғамасақ, енді кім қорғап бұл жерде? Айтақ қаламыз. Өзіміз 18 миллионбыз осында. Сұрап, ақша сұрап, бірдеме сұрау емес. Бізге бәрі керегі бір табиғатымыз сақтап қалу, ауылымызды жер. Осыдан, аны мұнайдан аққан су, түгел бар Күршім оқиғаттар. Основной азат жібетін Күршім ғой. Рым завод бар, аны балық асырайтын не бар, аны. Егістіктері қанша ма? Аны основной балық асырайтындар шулау керек осыдан, Мунховидағылар. Рым заводтар бар. Қаншама бағанаға, қаншама арбыз, осы сумен өтір ғой талай. Қайнар бұлақтары көп, екі өзеннің басы қосылған Маралды ауылы орналасқан Алтай тауы сулы, нулы, бай өлкө. Маралды халқының жартысына жуығы ара шаруашылығымен шұғылданады. Омарташылар цианидті су буланып, шөпке қонады. Мұның араларға зияны тиюі мүмкін дейді. Ара енді сондай сезімталдығы сондай ол. Кішкене нәрсені бәрін сезіп отырады. Одан кейін мыналардың қыстай жарыса, ара неден зимовкадан дұрыс шықпайды. Әділ Қожақов ара ұстайды. Ол кәсібінен айырылғысы келмейді. Біз залаттардан ешқандай көмек сұрамаймыз. Бізге тыныштық керек только. Ауылымыздың мына екі өзеніміз болғанбасын, осындай тамаша табиғатымызды болғанбасын деп. Қаншама қызыл кітапқа кірген аң құстар бар, қаншама шөптер бар. Солардың бәрі өзіміз көрсеттік біз 6-7 түрін. Соның бәрі тура сол фабрика салып жатқан жерлер, соның бәрін күреп бульдозермен жоғалтып жатыр олар. Маралдылықтар компания жеріне жатқан рауғаш өсімдігі мен таушымылдық гүлдерін көріп, фото-видеоға түсірген. Карьердегі жарылыс аң құстарды да үркітуі мүмкін дейді маралдылықтар. Көрдіңдер ме? Маралды не істеу керек? Атпау керек, қорғау керек.